Мен саған айтайын балам, сен құрқылтайдың ұясын сұрап отырсың ғой. Бұл құрқылтайдың ұясы менен құрқылтайдың емдік қасиеттері көп. Бұл құрқылтай ұясын анау 7-8 метр жерде ағаштың басына, ағаштың бұтағына салады ұяны. Ол салғанда жаңағы ұясын жібек жіппен, шөппенен тоқып салады. Оған жылан да шыға алмайды, ешқандай құс та ала алмайды оның балапандарын. Содан кейін ана ұясын салғанда бұл жаңа жіппенен асып салды ғой талға тоқып. Бұл енді ұясында жаңағыдай жібек жіп шөппенен араластырып сілекейменен салады. Сол сілекеймен салады, мықтап отырып. Бұның ендік қасиеті сол құрқылтайдың сілекейінде тұр. Бұныменен ертеде адамдар мына бүйрек ауру, тізе ауру дейді, остеохондроз дейді, сондайға қолданған. Мына құрқылтайдың ұясын кез келген уақытта бұза бермейді. Өйткені оның ішінде балапандар болады. Балапандар босқа өліп қалады ғой. Сондықтан балапандар әбден ұшып кеткеннен кейін, ұясы бос қалғаннан кейін жағы құрқылтай кетеді. Сол кезде бос ұяны алып пайдалануға болады. Мысалы, бүйрек ауырғанға соны жарып, екі бүйрекке жататын уақытта салып орап қояды. Екі тізеге де солай орап қояды. Сондай сөйтіп ертеде адамдар солай өздерін емдеп жазған болатын. Ал құрқылтайдың ұясын бұзып тастайтын болса, балапандар барда, бұның қарғысы қатты болады. Жақсы болмайды, ол қарғайды кәдімгідей. Сол айтатым саған. Құрқылтайдың ұясын еш уақытта бұзбаңдар. Бұның емдік қасиеті 80 түрлі ауруға ем болады бұның ұясы.